Сәлем құрбым. Бүгін біз қазіргі таңда хит болып атқан хрустящий баклажан салатын жасаймыз. Жасалуы өте оңай. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 4 штук баклажанымызды алып, қабығын ашып, 3 бұрыштап тураймыз. 3 бұрыштап турасаңыздар өте әдемі көрінеді, жегенге де ыңғайлы. Сөйтіп оны суға салып, оған тұз себеміз. Тұзды суда 5 минут тұрғаны жөн. Мінекейіңіз баклажандарды салып, 2 қасық тұз септім. 5 минутқа қойып қойдым. Тұзы сіңіп 5 минут тұрғаннан кейін оны сүзіп аласыздар. Сүзіп алғаннан кейін оған кукурузный крахмал қосасыздар. Өте арзан тұрады магазиндерде. Жақсылап араластырасыздар. Көз мөлшерімен қостым. Кукурузный крахмал қосылған баклажандарымызды қызып тұрған майға салып, қызарғанша жақсылап қуырамыз. Жақсылап араластырып қоямыз. Алдартын қызарған кезде оны сүзіп түсіріп аламыз. Сөйтіп мен 2-ге бөліп қуырдым негізі. Екінші партиясын салдым, біреуін түсірдім де. Таза піскені ұнайды, баклажанның қызарып қуырылғаны ұнайды осылай. Екінші партия баклажанымды қуырып жатырмын. Жақсылап бұны да қызарғанша қуырамын. Ендігі кезекте соусын дайындаймыз. Ол үшін 2 бас чеснокты чеснок езгіштен өткізіп, үстіне мынандай кисло-сладкий соусты қосамыз. Жақсылап араластырамыз екеуін. Сөйтіп, помидорымызды 4 штук помидорымызды да 4 бұрыштап кесіп аламыз. Сөйтіп оған бағана қуырылған баклажанымызды қосамыз, үстіне перецімізді қосамыз. Мынандай перецтеріңіз болса, бұны да қосып жіберіңіздер. Әдемі дәм береді. Содан кейін баклажанымызды саламыз. Кинза болса кинза, болмаса мен таппадым кинзаны магазиннен, сосын петрушка ала салдым. Петрушканы ірі қылып турап қосып, соусымызды қосып, жақсылап таза қолыңызбен араластырамыз біркелкі қылып. Салатымыз дайын. Бетіне кунжут сеуіп, дастарханға қоя берсеңіз болады. Өте дәмді салат жасап көріңіздерші. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.